Assalamu alaikum dostlar. Бүгін сіздер 13-20-да 10-20 көлемді үйдің сызбасымен танысатын боласыздар. Видеоны бастамас бұрын арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып отыруларыңызды сұраймыз. Ал ендеше кеттік. Бірінші бізде тамбур. Тамбурдың көлемі 2x2. Тамбурдан кейін жуынатын бөлме. Оның көлемі 2x2,5. Жуынатын бөлмеден кейінгі бізде қазандық. Оның көлемі 2x1. Қазандыққа кіретін есік шеткі бұрышта орналасқан. Келесі бізде ас бөлмесі. Оның көлемі 3,5x3. Және келесі бізде зал. Оның көлемі 6,70x3,50. Келесі бізде жатын бөлме. Жатын бөлменің көлемі 4x3. Жатын бөлме мен және залдың мына бір шетінде бір бос орын қалмасын деп, ол жерге 1,5 кішігірім қойма орналастырды. Және бізде келесі екінші жатын бөлме. Оның да көлемі 4x3. Келесі әрі және соңғы жатын бөлме. Оның да көлемі 4x3. Құрметті достар, қазақ тілді арнаның дамуына үлес қосып, арнаға тіркеліп, лайк басып, комментария қалдырып отыруларыңызды сұраймыз.